студенттер, бүгінгі тақырыбымыз жаңа заман және қазіргі кездегі қоғамдық ойдың негізгі бағыттары. Жоспар бірінші ағартушылық дәуір идеялары, екінші 18-20 ғасырдағы қоғамдық саяси ойлардың негізгі бағыттары. Ағартушылық 17 ғасырдың соңы мен 18 ғасырдағы Европа мен Америкадағы идеологиялық және қоғамдық қозғалыс. Ол ақыл-ойды барлық тіршіліктің негізі ретінде сипаттайды. Ағартушылық бағыттың өкілдері табиғатта ақыл-ой бар деп сенді және барлық азаматтық қоғамды жаратылыстану мен парасат принциптері негізінде қалыптастыруға ұмтылды. Ағартушылар өз идеялары мен мақсаттары арқылы бостандыққа, молшылыққа, бақытқа, бейбітшілдікке және төзімділікке үндеді. Ағартушылар әсіресе әлеуметтік прогреске, білім мен адамгершілік тәрбие арқылы адамзаттың біртіндеп жетілуіне ерекше мән берді. Әр елде ағартушылықтың өзіне тән ерекшелігі болды. Ағылшын ағартушыларының ішінде Джон Локтың алар орны ерекше. Ол адамның өмірге, бостандыққа және меншікке деген мәңгілік қажеттілік принциптерінің құқығын қалыптастырды. Лок феодалдық патриархалдық көзқарастағы корольдің шексіз құдайдың құдіретіндей билікке ие болуын жоққа шығарды. Конституциялық монархия теориясын жақтады. Оның пікірінше тек қоғамдық келісім жолы арқылы құрылған мемлекет қана адамдарға өзінің нағыз құқықтарын кедергісіз пайдаға асыруға мүмкіндік берді. Джон Лок билікті бөлу теориясының қажеттілігін көрсетті және мемлекеттегі билік тармақтарын заң шығарушы, атқарушы және федеративтік деп бөлді. Ол заң шығарушы билік, атқарушылық және феодалдық биліктің жоғары қойды, бірақ халықтың билігінен жоғары қойған жоқ. Оның пікірінше тәуелсіздік халыққа тиесілі, әрі оның наразылыққа шығуға құқығы бар. Франциядағы ағартушылық дәуір Вольтер, Монтеско, Руссо секілді атақты ойшылдар шоғырын қалыптастырды. Локтан кейін Вольтер әрбір адамның табиғи құқығы болатынын мойындады және оған теңдікті қосты. Қоғамдық ойдың дамуына Вольтер ұсынған ағартушылыққа солютизмнің тұжырымы үлкен маңыз берді. Ол ағартушылық дайын корольдің қалауымен қоғам ақыл парасаттың қалыптасуына жылдам жетуі мүмкін деп санады. Руссо адамгершілік мәселесі қоғамдық және мемлекеттік өмірмен тікелей байланысты деп санады. Ол жеке меншікке және одан туындайтын қоғамдық теңсіздіктерге қарсы болды. Руссо қоғамның игілігі жеке тұлғалардың мүддесінен артық екендігін айтты және көтеріліс пен қатыгез билеушілердің көзін жою керек деп есептейді. Кант пікірінше басқарудың ең қажеттілі түрі республикалық басқару, себебі ол бұл бағыттағы билікті бөліскен конституциялық монархия деп санады. Кант алған апаратын жол төңкеріс арқылы емес, тек жоғарыдан болатын реформа арқылы жүзеге асуы тиіс деп атап өтті. 20 ғасырда қоғамдық саяси ойлардың негізгі бағыттары либерализм. Латынша liberals еркін деген мағына білдіреді. Әлеуметтік, философия, идеологиялық ағым және саяси көзқарас. Ол 17 ғасыр мен 18 ғасырларды буржуазия мен интеллигенцияның абсолюттік құқыққа қарсылық танытып, адам бостандығы үшін күресі нәтижесінде өркениеттің негізін қалыптастырушы құндылық ретінде қарастыра бастады. Либерализм жеке тұлғаның құқығы мен бостандығы, халықтың еркіндігі, индивидуализм, саяси жүйенің ұстанымдары мен институттары секілді идеялар мен теориялардың қалыптасуында маңызды рөл атқарды. Либерализм идеологиясы 1776 жылы Солтүстік Америкада бостандық алған елдердің тәуелсіздік декларациясынан 1787 жылы қабылданған ақш конституциясында
1789 жылы бекітілген адам мен адамзаттар құқы туралы француз декларациясында көрініс тапты. Бұл идеялар капиталистік қоғамның қалыптасуында шешуші рөл атқарды. 19 ғасырда либерализмнің әлеуметтік негізін ортата өкілдері қалыптастырды. Англияда Спенсер, Джон Милл, Бентам, Францияда Констант, Токваль, Гизо, ал Германияда Гомбольд секілді ғалымдар либералдық дәстүрдің қалыптасуына өз үлесін қосты. 19 ғасырдың бірінші жартысында либерализмнің дамуы классикалық либералдық демокрит негізгі ережелер мынандай идеялар қалыптастырады. Индивидуализм принциптері: жеке тұлғалар барлық қоғамның құндылықтары, олар бостандыққа және жеке меншікке құқылы. Бостандық оның ішінде экономикалық, мемлекеттің міндеті шектеулі болуы тиіс, олар сыртқы қауіп-қатерден, шекараны қорғау, елдің ішіндегі әлеуметтік тәртіпке жауапты болу, жеке меншікті қорғау. Билікті 3 тармаққа бөлу: заң шығарушы, атқарушы және сот істері, парламентаризмді және демократиялық процестерді дамыту. Жаңа либерализмнің ең маңызды бағыттары ағылшын экономисті Джон Кейнстің идеяларын ұстанымдары негіз болды. Оның ілімі бойынша либерализм үшін дәстүрлі саналатын индивидуализм, еркін бәсекелестік және еркін нарықтың принциптерін экономика мен әлеуметтік салаларға мемлекеттік бақылау орнату ұстанымдарымен толықтыру ұсынылды. Мемлекет өзінің барлық азаматтарын қажетті материалдық игіліктермен қамтамасыз етуге міндетті. Кейнстің теориясына сай, мемлекет материалдық игіліктерді еңбекшілер мен тұрмысы төмен топтарға қайтадан бөліп беруі тиіс. Оның тұжырымынша, экономиканың дамуы халықтың сатып алу мүмкіндігіне байланысты қалыптасты. Ол жұмысшылардың жалақыларын көтеруге және жұмыс істеуге мүмкіндіктері жоқ зейнеткерлерге, балалы әйелдерге, мүгедектерге, жұмысшыларға жәрдем беруді қолдады. Ол мемлекеттің экономика саласына бақылау орнату, әсіресе ірі монополистердің қызметтерін реттеуді қажетті қадам деп санады. Жаңа либерализм қоғамның саяси ой пікірінің маңызды реформалық ағым болып қалыптасқан кезең 1929-1933 жылдар дағдарысқа тұспа-тұс келеді. Дағдарысты еңсеру барысында мемлекеттің қоғамдық, әлеуметтік, экономикалық өміріне араласу қажеттілігі туындады. 20 ғасырда соңында либерализмнің құндылықтары әлемдік өркениет құндылықтарының негізіне айналды. Бүгінгі таңда либерализм әлемдік қауымдастықтың ең маңызды идеологиясының біріне айналды. Ондағы жеке бас бостандығы, сөз бостандығы, адамның толық құқығы, діни төзімділік, жеке өмір мен жеке меншікке қол сұғылмаушылық, еркін нарық, теңдік, құқықтық мемлекет, халық билігі, халықтың өз тағдырын өзі шешуі секілді тұжырымы кең таралған. Үйге тапсырма: 18 ғасыр мен 20 ғасырдағы қоғамдық саяси ойлардың негізгі бағыттары жайлы ізденіп жазып келеміз. Қош сау болыңыздар.